Сәлем достар, менің Instagram парақшама кіріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жақта да қысқа видеолар бар. Достар, сіздермен бүгін біз чикен дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың аяғы немесе қанаттар керек болады. Міне менде керек заттың бәрі видеода тұр. Және осы видеоның астына керек заттардың бәрін жазып өтетін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдын ала кешірім сұрап өтінемін. Менің кішкене сөйлеу нем басқаша болып тұр. Себебі тісімді жөндетіп жүргендіктен басқаша дыбыстар естілуі әбден мүмкін. Ал бастайық. Біз сарымсағымызды, яғни чесногымызды үкіштен өткізіп алдық. Үстіне 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық немесе жарты шай қасық паприка және лимон қышқылын қосамыз. Лимон қышқылы кішкене ғана қосамыз. Және күнбағыс майы. Осылай бәрін араластырып дайындап қоямыз. Бұл маринад үшін керек бізге. Егерде қолдарыңызда лимон болмаса, міне қыздар, менде осындай дәмдеуіш бар. Лимон қышқылымен қосылған бұрыш және чеснок қосылған қара бұрыш бар. Міне, бұндай жоқ болса мүлдем, жай қара бұрыш паприкамен де тоқтасаңыздар болады. Мен жай сіздерге осылай көрсеттім. Егерде жақын жерде, жақын маңайда магазиндеріңізде болса, осыны алып қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Міне жасаған маринадымызды тауық аяқтарына қосамыз. Міне бәрін осылай қосып, иісі енді керемет, мұрынды жарады. Керемет иісі енді. Видеода жеткізе алмаймын. Мен кішкене сөйлеуім өте қиындап тұр. Сол үшін жаман пікірлер қалдырмасаңыздар деймін, өтініш. Міне осылай тауықтарымыздың үстіне маринадымызды құйып, осы аяқтар ішіне батып тұру керек. Міне күнбағыс майын құйдық, сұйық май яғни, сұйық майды құйдық. Осы аяқтар осылай батып тұру керек. Қыздар, егер сіздер стрипсы жасайтын болсаңыздар, осы маринадты қолдансаңыздар болады. Осы тауыққа, осы тауықтың төс етіне қолдансаңыздар болады. Осы аяқ маринадты алғаннан кейін, осы төс етін осыған салып қойсаңыздар болады. Себебі ішінде кәдімгідей сұйық май бар, күнбағыс майы бар, обал болады төгіп тастауға. Міне мен жасап қойдым маринад. Ары қарай енді қуырамыз. Жаңағы маринадтаған етімізді кешкісін жасап, тауық аяқтарын таңертең пісірсеңіздер өте керемет болады. Ал немесе асығып тұрсаңыздар 3-4 сағат жеткілікті, бірақ духовкаға салатын боламыз. Мен солай жасадым. Іші кішкене қызыл болып қалады, егер түнімен қоймасаңыздар. Сол үшін духовкаға саламыз. Міне мен балам көмектесіп жатыр. 2 жұмыртқаны жарып, осылай мен балам араластырып дайындап беріп жатыр маған. Бұл жерде японский, міне панировка қолданамыз. Ең бірінші тауықтың аяғын, міне менде 4 сағат тұрды осы маринадта. Ең бірінші жұмыртқаға аунатамыз. Потом кейін, кешіріңіздер, ұнға саламыз, ұнға аунатамыз, қайттан жұмыртқаға, одан кейін панировкаға саламыз. Міне, қайттан жұмыртқаға, артқа қарай, және панировкаға. Бұл японский панировка деп аталады. Жаңа видеода көрсеттім, мұқият қарасаңыздар. Осы негізі күйіп кетпейді, жеңіл, осы керемет. Bir алып қойсаңыздар, бір жаңағы қабында кәдімгідей көп, негізі көпке жетеді. Бәрін қыздар осылай жасап алып, бірақ қуыратын боламыз. Әйтпесе көрдіңіздер, қолымды кішкене үстіп шетінен жасап қуырып отырғанға өте ыңғайсыз.
мен өзім кішкене неғып кетем, денем тітіркеніп кетеді. Бәрі әдемі болған қалаймын. Міне осылай бірінші жұмыртқаға, екінші ұнға, қайттан жұмыртқаға келдік. Қазір панировкаға саламыз. Өзімізге де ыңғайлы болады. Қыздар бәрін осылай дайындап алып, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Менде көріп тұрсаңыздар, тауықтың төс еті ар жақта мариновкада тұр, дайындалып. Мен оны қуырып беремін балама. Тауықтың төс еті тез піседі, 4 сағаттай жеткілікті. Аяқтар кішкене қалың болғандықтан, іші қызарып піспей қалуы мүмкін. Сол үшін кешкісін мариновка жасап, таңертең пісірсеңіздер болады. Міне бәрін дайындап алдық осылай. Бәрін дайындап алғаннан кейін қуырамыз. Сып тұрған майымызға қуырып аламыз. Шетінен қуырып, міне осындай әдемі түсте болады. Қатты қуырып жібермеңіздер. Бұл аяқтарды қазір духовкаға салатын боламыз. Пешке салатын боламыз. Міне осындай әдемі болып пісіп жатыр. Қазір алып, осы ыдыстарға салып, духовкаға 15 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі түсте болады. Міне. Негізі бұндай чикендарды жаңағы KFC сол жерлерде бұлай жасамайды. Олар бір сұйықтық жасап қояды екен дағы. Соған су және ұн қылып, соған араластырып жасайды екен. Ал бұл үй жағдайында жасалған өте дәмді чикен болып табылады. Енді міне табамызға салып, духовкаға салып пісіріп аламыз. Біреусі төс еттен жасадым. Қазір ішін көрсетемін. Ол 3 сағат қана тұрды мариновкада. Міне осындай духовкаға салып 15 минутта пісіріп аламыз, 180 градуста. Осындай қызарып әдемі болып піседі. Ішіндегі қызыл қандардың бәрі пісіп, дәмді болады. Міне соуспен қойсаңыздар болады. Міне ортасы бәрі піскен. Керемет болып. Міне іші жақынан көрсетіліп тұр. Тауықтың аяқтары. Қазір балам жеп көрсетеді. Дегустатор балам. Жақсы піскен ішінде. Ішінің бәрі пісіп, әдемі болып тұр. Сырты қытырлап, іші жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Есенбекова Майра. Астарыңыз дәмді болсын.